Сәлем достар, менің парақшама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге шарлотка пирогын рецептін ұсынамын. Мен де ең бірінші жасап тұрмын. Бірінші жасағаннан күштеп шығатын пирогтың рецептісімен бөліскім келеді. Менің көмекшім қызым. Толық рецептісін описаниеда қалдырамын. Ең алдымен бізге жұмыртқа керек. Мен жұмыртқам кішкентай болғандықтан 5 жұмыртқа қолдандым. 5 жұмыртқаны жарып, үстіне қант қосып, жақсылап миксермен араластырамыз. Ақ көбік пайда болғанша араластырамыз. Алмамызды кубик қылып турап қоямыз. Бір алманы үстіне 2 қас қаймақ қосамыз, жақсылап араластырамыз. Бір массаға келгенше. Үстінен ұн саламыз, жақсылап араластырамыз. Және 2 қасық разрыхлитель қосамыз. Мен 2 алма қолдандым, 2 үлкен алма. Біреуін кубик қылып турадым, және екіншісін әсемдеуге қалдырдым. Формамызды дайындаймыз. Менде 28 диаметрлік форма. Пергамент қағазы болмағандықтан жай қағаз майдай салдым. Қызым көмектесіп жатыр. Осы тестаның үстіне жаңағы туралған бір алманы саламыз, араластырамыз. Қамырымызды майланып тұрған формаға құямыз. Пешті 180 градусқа қыздыртып қойыңыздар. Үстінен жаңа екінші алманы турадым. Ол әдемілік үшін әдемілеп салып шығамын. Өздеріңіз білсек, қалай салсаңыздар да біз осылай қызым екеуміз осылай жасадық. Шай ішу өте күшті, дәмді болып шығады. Сексен градус қызып тұрған пешке 45 минутқа саламыз. Пирогымыз дайын болды. Үстіне сахарный пудра сеуіп жатырмын. Жұмсақ, пышынып көтерілді. Бірінші жасағаннан шығады, қорықпай жасап көріңіздер. Шай ішуге өте күшті. Аяқ астынан келіп қалса, мына қараңыздар қалай пышынып көтерілгені. Ал ас болсын.